Маған бір жігітті жіберіп күйеуімді әдейі шақыртыпты. Гүлжан деген құрбым көп балалы ана. Анда-санда шашымды қысқартып боятуға барып тұратыным болмаса, анау айтқандай араласып, ашылып әңгімелеспеген екенбіз. Өткен жолы салонға ертерек барып қалып, екеуміз әңгіменің тиегін ағыттық. Келесі айда босанам, деді маған. Сырт келбетінен аяғы ауыр адамға ұқсамайды. Сен былтыр ғана бесіншіңді туып едің ғой, қай уақытта үлгеріп жүрсің, деп күлдім. Сөйткенімше болған жоқ, шаштаразым ішіндегі сырын ақтарып салды. Келін боп түскен кезімде Құдай берсе туа берем деп ата-енемнің көзінше өзіме ант бергем. Сол уәденің үдесінен шығу үшін 6-шысын күтіп отырмын. Қайтемін, енем мені бала тумайды, бедеу деп төркініме қумақшы болды ғой, деп әңгімесін бастады ол. Мен 18 жасымда тұрмысқа шықтым. Мектеп бітіре сала шаштараздың курсын бітіріп, қаладағы той көйлектерінің салонына жұмысқа кірдім. Қазіргі енем сол салонның қожайыны еді. Екеуміз бір жыл тату-тәтті әріптес болдық. Ол мені өз қызымды жақсы көріп, мерекелерде сыйлық беріп тұратын. Ол кезде менің жүретін жігітім болған. Екеуміз үйленетін боп келісіп қойғанбыз. Бастығыма орныма адам іздеңіз. Бір аптадан кейін менің жігітім алып қашады, деп айтып қойғам. Сөйтсем, бастығым баласына мен туралы айтып, осы Гүлжанды ал, еті тірі қыз, ертең қор болмайсың, деп айтып қойыпты. Оның баласын алдын 1-2 мәрте көріп жүргені болмаса сөйлеспегем. Жұмыстан шыққан бетте басып алып қашып, бастығыма келін етіп апарады. Амал жоқ, босаға аттап қойған соң қалдым. Әлгі жерде қаным басыма шапты. Әкем отырау демедім. Сіз кімді ақымақ етіп отырсыз? 2 жыл балаңызды асырап отырғандағы айтқан рахметіңіз осы ма? Деп ашуланып жылап қалдым. Сөйтіп отырғанда әкем сөз алды. Құдағи, менің қызымды тексертіп, бедеу екенін білдіңіз бе? Деп сұрады. Енемде үн жоқ. Олай болса, мен қазір қызым мен баланы өзіммен бірге алып кетіп, Ташкентке тексертем. Егер кінә менің қызымнан болса, онда әңгіме жоқ. Ал кінә күйеу баладан болса, онда құдағи, қызыма жала жауып, осы әңгімені бақсытқаныңыз үшін сізді сотқа берем, деп әңгімені аяқтады. Не керек, күйеуімізді әкем сол күні Ташкентке алып кетті. Бастан аяқ қаралдық. Екеуі де сап-сау, балалы болуға толық мүмкіндіктері бар, деді ондағылар. Атқандай-ақ қыркүйекте Қарағандыға кеттік те, қараша айында аяғым ауырлады. 1 жылдан кейін баламызбен Шымкентке көшіп келдік. Қалада пәтер жалдап, күйеуім жұмысқа тұрып, содан бері өз күнімізді өзіміз көріп келеміз. Бірақ енемнің хас жауы мен болдым. Басында үлкен кісі ғой деп бетіне қарсы келмей, не айтса да үндемей бас шұлғи беретінмін. Сөйтсем, енем мені кінәлі болған соң қарсы сөз айта алмайды, деп жұртқа өсек таратады екен. Сен қатын немен айналып жатсың? Деп күйеуім әбден ұрды. Айтқанымды тыңдамады. Кейін бәрі басылған соң күйеуімнен сен жұмыста едің ғой, қалай келіп қалдың? Деп сұрасам, шешесі хабарласыпты. Әйелің біреумен ойнастық жасап жүр. Сенбесең бүгін бар, өзің көресің, деген екен. Яғни әлгі жігітті шақырып, мені күйеуіме жаманатты етіп көрсету үшін әдейі ұйымдастырған. Күйеуім де қазір шешесінің мінезін біліп алған. Маған қарсы бір ауыз сөз айтпайды. Енемді көрерге көзім жоқ, араласпаймын. Күйеуім мен балаларым өздері ауылға барып тұрады. Барса да арам тамақтар, нанның бәрін опырып жеп жатсыңдар, деп немерелеріне сөйлейді екен. Осы күні олар да апам бізді бәрібір жақтырмайды, деп бармайтын болды.